Жаздың ыстық күнінде дүкеннен химикатқа толы зиянды мороженені балаңызға бергенше, оданда өзіңіз-ақ үй жағдайында ешқандай да зиянсыз екі ғана құраммен дәл осындай мороженеді жасап көрсеңіз болады. Алдымен банандарды турап дайындаймыз. Бөлек ыдысқа клубника, үстіне сгущенка құйып араластырамыз. Бізде три желаниянікі жақсылап блендерлеп езіп алғаннан кейін енді контейнерге құямыз. Бізде осындай әп-әдемі қып-қызыл болып шығады. Қақпағын жауып морозильникке қатыруға бір түнге жібереміз. Екінші түрін дайындаймыз. Бананға сгущенка құйып, оны да блендерлейміз. Және ванильный сахар қосамыз. Ол енді қалауыңызша қоспасаңыз да болады. Және әдемі түс беру үшін осындай пищевой пакетті араластырғаннан кейін контейнерге құйып, бір түнге қатыруға оны да жіберетін боламыз. Біздің мороженеларымыз бір түн бойы қатуда тұрды. Енді балаларыңызға ұсына берсеңіздер болады. Міне құрамы осындай тап-таза, ешқандай зиянсыз мороженеді небәрі екі ғана құраммен жасап, балаларыңызды қуантсаңыздар, бірден дым қалдырмай таласып тұрып жейтін болады. Рецепт ұнаса парақшама тіркеліп, видеоны сақтап алыңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сториста мені белгілеп бөлісуде де ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.